Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мұхиттардың тіршілік дүниесі. Яғни қысқаша түсіндірме сабақ бойынша өтетін болсақ, бүгінгі сабақта біз дүниежүзілік мұхит суларында зоналық заңдылық байқалады, бірақ құрлықтағыдай айқын емес. Экватордан полюстерге және тереңдікке қарай түрлі өзгерістер жүреді. Бұл өзгерістерге себепші болатын басты көрсеткіш күн сәулесінің жарығының азаюы немесе жетпеуі. Мұхиттағы тіршілік ұзақ геологиялық уақыт аралығында судың құрамын өзгертіп отырады. Сонымен қатар судың жасыл өсімдіктері болып, яғни бөліп шығаратын оттегінің артық мөлшері ауаға шығу арқылы атмосфера құрамында өзгереді. Сонымен қатар бізде бүгінгі жетекші ұғымда дүниежүзілік мұхит тіршілік дүниесін өтетін боламыз, және биологиялық массасының жалпы өнімділігі және дүниежүзілік мұхиттың ластануы туралы нақты түсіндіретін боламыз. Дүниежүзілік мұхит суларының қандай алып жануарлар тіршілік етеді деген сұрақ келіп тұр. Бізде тіршілік етуіне байланысты мұхитта тіршілік дүниесі 3 топқа бөлінеді. Оның ішінде мысалы планктон қалқып жүзетін жануарлардың бірі, нектон жүзіп жүретін жануарлардың бірі, бентос түпкі суда жүретін. Яғни түпкі суда ең астында жүзіп жүретін және қалқып жүретіндердің барлығы осыларды айтамыз. Келесі бізде сұрақ: дүниежүзілік мұхит суының ластануы ондағы тіршілік дүниесіне қалай әсер етеді? Бізде дүниежүзілік сулар қалай ластанады? Яғни мұнай өнімдерімен ластану, мұхит пен атмосферасында су айналымының кері әсерін тигізуі, соның салдарынан жер атмосфера газ қоспаларының азаюы, жағалау мен мұхит айдынының аумағында ортаға зат және жылудың тікелей немесе жанама жолмен түсуіне кедергі келтіріп, судың сапасын төмендетеді. Мысалы, қалдықтар адамның тастайды суға, оның барлығы ішіндегі жануарларға және оның барлығы адамның денсаулығына белгілі бір дәрежеге қауіп төндіруі мүмкін. Дүниежүзілік мұхит суларында биологиялық массасына келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде мұхит суының орташа температурасы, мысалы, Тынық мұхитында 19,4 болса, Атлант мұхитта 17,3 болады, Үнді мұхитта 16,5 болады, солтүстік мұхитта -1 болып тұр. Енді бұл жерде дүниежүзілік мұхит суларына биологиялық массаның жалпы өнімділігі 0,5 километрге дейін ең жоғары көрсеткіш суларының мұхит бетінде шығатын аймақтарына тән болады. Ал тропиктік аймақтарда бұл көрсеткіш 0,1 градусқа дейін әлдеқайда төмен болады. Келесі бізде мұхиттағы тіршілікке келіп тоқталатын болсақ, мұхиттағы тіршілік қалай айтсақ болады? Бұл жерде нәруыз мөлшері көп азық-түлік өнімдерінің балықтар, толқылдық денелер, сүтқоректілер, балдырлар маңызды көзі. Ол адамдардың қоректену үшін қажетті нәруіздің 20%-ын береді, осы балдырлар. Келесі бізде төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Тіршілік ету ерекшелігіне қалай? Мұхиттағы тіршілік қандай топтарға біріктіріледі? Мұхиттағы тіршілік не себепті экватордың полюстерге және тереңдікке қарай өзгереді деген сұрақтарға жауап береді.